Сәлем, сенмен байланыста Наза апай, бізде кезекті үшінші сабақ. Үшінші сабақта жасушалық биология тарауын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Кеттік, қазір біз жасушаның ішіндегі ұсақ құрылымдары, органоидтармен толықтай танысады екенбіз. Жасушаны бір мемлекет деп алатын болсақ, оның ішіндегі әрбір органоиды сол мемлекеттің ішіндегі бір бөлшектері секілді. Мысалы, бізде президент бар, мемлекетті басқаратын ядро сол президент сияқты. Сосын үйлерге, әртүрлі мекемелерге, мектептерге, ауруханаларға электр тоқтарын, жарықты беріп тұрған жерлер бар, мысалы электр станциясы деген сияқты. Митохондрия бізде электр станциясы секілді. Сосын бізде әртүрлі өнімдер өндіретін, мысалы тамақтар өндіретін, сүт шығаратын, макарон шығаратын зауыттар бар, өте көп әртүрлі қалаларда. Гольжи, эндоплазмалық тор деген органоидтар міне осындай заводтар секілді. Және бізде қалаларда, ауылдарда жалпы қарасақ, қоқыстарды жойып жүретін, қоқыстарды тазалап жүретін мекемелер болады, қоқыстарды жоқ болып жүреді. Әсіресе мысалы қалада тұрғанда үлкен үйлерде сол қоқыстар секілді, қоқыстар тазалаған секілді жасушаның ішінде де лизосома деген органоид бар. Ол жасушаның ішіндегі қалдық заттарды жойып отырады. Байқап тұрсақ, жасуша ол біздің мысалы үлкен мемлекеттің кішкентай бір макеті секілді екен, Кеттік ендеше, қазір біз органоидтармен танысамыз. Органоидтар басқаша органелла деп те аталады. Нақты өзінің құрылымы бар, атқаратын қызметі бар, тұрақты, жойылып кетпейтін құрылымдар. Яғни жасушаның ішінде өмір бойы олар тіршілік ете береді. Органоидтардың бізде үш түрі болады екен. Егер органоидтың сыртын екі мембрана қаптап тұратын болса, онда бұларды біз мама, папа, ядро деп атасақ болады. Ядро, митохондрия, пластиттер жатады. Бір мембраналарға эндоплазмалық тор, гольжи, лизосома, вакуоль жатады. Бұларды В, Е, Г, Л деген әріптермен жаттап аласың. Келесі мембранастар. Мембранасыз деп отырғанымыз сыртында ештеңе қаптамаған, сырты ашық тұратындар. Бұлар жасуша орталығы және рибосома. Сонымен біз қазір мембранасы жоқ органоидтарды талдаймыз. Жасушаның мембранасын түсіндіріп беретін боламыз және жасуша қабырғасымен танысамыз. Бірінші қабырға мен мембрананы бір еске түсіріп салыстырайықшы. Қабырға ол тек үш ағзада болады, өсімдікте болады. Өсімдікте деп қояйын мына жақта. Бактерияда болады. Өсімдік, бактерияда және саңырауқұлақта болады бұл. Саңырауқұлақта болады. Енді бұларды былай жазайын. Мыналарда қабықша бар, то есть жасуша қабырғасы бар. Жасушаның қабырғасы бар және оларда мембрана бар. Екеуі де кездеседі. Енді жасуша қабырғасы мен мембранасында қандай айырмашылық бар? Қабырға ол қатты, өте қатты зат. Ал мембрана ол жұқа. Мынау қатты және қалыңдау, ал мембрана жұқалау болады. Сонымен жасуша қабырғасы дегеніміз қатты, қалың қабат. Ол мембрананың астында орналасады. Міне бактерияда жасуша қабырғасы муриннен құралады. Саңырауқұлақта хитин мен глюкандардан тұрады. Балдырда түрлі полисахаридтерден құралса, диатом балдырда кремнеземнен тұрады екен. Бактерияның осы жасуша қабырғасына байланысты екі түрі бар, грамм оң және грамм теріс. Бұл туралы біз 11-ші сыныпқа келгенде айтатын боламыз. Ал біз қазір өсімдіктің қабырғасы туралы айтамыз. Өсімдік қабырғасы үш түрлі бөліктен құралған. Қаңқасы, матриксі, құраушы заттары. Қаңқа деп тұрғанымыз бұл жерде целлюлоза. Міне мынаның ішінде біз цилиндр пішінді немесе түтікшеге ұқсайтын бір-бірімен осылай қабаттасып орналасқан қатарларды көріп тұрмыз, Осы қатарлар целлюлозадан құралған қатарлар екен. Және бұлар целлюлозаның микрофибрилдері деп аталады. Яғни мыналар бізде микрофибрилдер, яғни микро кішкентай, фибрилла жіпше, кішкене жіпшелер. Бұлар целлюлозадан құралып тұр. Келесі, енді біз әрі қарай мұнда көкшіл түспен жіңішке болып орналасқан жіпшелерді көріп тұрмыз, Олар гемицеллюлозалар екен. Матрикс дегеніміз бұл целлюлозадан қалған орындарды, бос кеңістіктерді толтырып тұратын бөлігі.
гемицеллюлоза мен пектин жатады. Матрикстің қызметі берік байланыс түзіп, целлюлозаларды біріктіріп тұрады, иілгіштік пен беріктік береді. Ал енді осы жасуша қабырғасының қызметіне тоқталсақ, жасушаның механикалық, химиялық төзімділігіне жауап береді. Және де бізде қысымы аз ортада, яғни гипотоникалық ортада жасушаның үзіліп кетпеуі үшін керек екен. Сырттан әртүрлі иондарды сіңіреді, натрий, хлор, калий деген секілді. Одан да басқа неше түрлі иондар бар, соның барлығын жасуша қабырғасы ішке өткізеді. Және әртүрлі органикалық қосылыстарды, қоректік заттарды жасушаның ішіне қарай тасымалдайды. Әрі қарай бізде енді құраушы заттарға тоқталайық. Біз матриксті айттық, және біз қаңқасын айттық. Енді біз құраушы заттарға қазір келеміз. Әуелі пектин мен гемицеллюлозаның анықтамасына мән берсек. Пектин деп тұрғанымыз, ол бізде көмірсу, яғни ол полисахарид, көмірсу, және ол кальций, магний дейтін элементтермен байланысады да, ортаңғы пластинканы қалыптастырады деп тұр. Ал бізде гемицеллюлоза. Бұның құрылысы целлюлозаға ұқсайды. Міне мына жақта көре аламыз, гемицеллюлоза деп жазылып тұр. Бірақ ол целлюлозаға қарағанда қысқа болады және тармақталған тізбектерден құралады. Әрі қарай біз лигниндерді көре аламыз. Лигнин дегеніміз талшықтарды біріктіретін цемент. Лигнин цемент деп жаттап ал, өйткені ол целлюлозаларды бір-бірімен жабыстырып тұр. Целлюлоза ол үйдің кірпіші сияқты. Ал кірпіштерді біріктіруге, оларды қосуға біз цементті пайдаланамыз, солай ма? Ал енді өсімдіктің жасуша қабырғасында болса, целлюлозаларды біріктіруге біз лигниндерді қолданады екенбіз. Сүректенуге жауап береді, өте берік, су өткізбейді. Енді әрі қарай кезекте құраушы заттар. Путин, суберин, балауыз деген не? Бұлар жасуша қабықшасының сыртына жинақталып, әртүрлі қызмет атқарып тұратын құраушы заттар. Мысалы, суберин. Су берейін деп тұрады, бірақ ол су бермейді деп жаттап ал. Су бермейді. Бұл жасуша қабықшасының ішкі қабатында тоздану кезінде жиналады. Яғни тоздану деген бұл өң қабаттары тозға айналып жатыр, тоздып. Және мүлдем су өткізбейді, құрамы тез өліп, бос кеңістік ауамен толтырылып қалады екен. Ал енді балауыз және кутин. Кутин деген сөзі кутикула деп беріп қойған. Бұл заттар көбінесе бізде жемістердің сыртынан көре аламыз, мысалы көкөріктен, жүзімнен көре аламыз көп жағдайда. Инфекцияның енуінен қорғайды да, судың булануын төмендетеді екен. Сол үшін керек. Ал біз оны шаң деп ойлап қаламыз, жүзімнің сыртынан көргенде. Осымен бізде жасуша қабырғасын талдап болдық. Ал енді қазір мембрананы талдаймыз. Кеттік. Мембрана деген не? Мембрана бұл жұқа және әртүрлі липидтерден, липид деген бұл жерде бізде май, липидтердің үш түрлі тобынан құралатын барлық тірі ағзалардың жасушасының сыртын қаптап тұратын зат екен. Мембрана өсімдікте бар, жануарда бар, саңырауқұлақта бар, бактерияда да бар. Сонымен біз мембранаға қарағанда мына жерден нені көреміз? Әуелі басы бар, мынандай құйрығы бар, екі қабатты көріп тұрмыз, олар былай орналасқан міне. Міне осылай бас және құйрықтан тұр. Бұл не бізде? Бұл фосфолипид деп аталады. Фосфолипид. Фосфолипид дегеніміз, яғни майға фосфордың қосылған түрі. Келесі ортасына қарайтын болсақ, ортасын толтырып тұратында липидтің түрі бар. Ол холестерол, немесе басқаша холестерин деп аталады. Холестерол. Ары қарай біз мына жақтан басы шығып тұрған, бірақ толықтай мембранада орналаспайды, тек қана мембрананың сыртында орналасқан липидті көреміз. Бұл гликолипид болады екен. Міне бізде осындай мембранада липидтің үш түрлі түрі бар екен. Липидтерден бөлек мембранада нәруыздар бар. Егер мембрананы толықтай алып жатқан болса, бұл бізде интегралды нәруыз. Интегралды нәруыз. Ал егерде мембрананың тек бір ғана бөлігінде орналасса, немесе былай айтайын, ішінде немесе тек қана сыртында орналасады, ол бізде шеткі нәруыз деп аталады. Шеткі нәруыз екен. Міне осылай. Және сонымен қатар мембрананың сыртқы жағында тағы да болатын липидтің түрі бар, анулярлы липид дейді оны. Ол мембрананы біркелкі қылып ұстап тұруға қатысады. Анулярлы липид екен. Кеттік ал.
Сонымен бізде мембранада липидтер үшке бөлініп тұр, иә, фосфогликохолестерол. Фосфолипидтер олар өте иілгіш, жұмсақ, және олардың мынандай қызықты бір қасиеттері бар. Олар май қышқылы, холестерин дейтін заттар тасымалдайды. Енді осы жерде қара, май ол судан қорқады. Фосфолипидтердің мынау құйрығы ішке қарап орналасқан, өйткені олар майдан құралады және гидрофобты. Ал судан қорықпайтын бөлігі фосфор бар басы гидрофильді деп айтамыз бұны біз. Міне осылай. Және фосфолипидтер коллаген деген заттың өндірілуін бәсеңдетеді, коллагенді ыдырататын фермент коллагеназаның жұмысын арттырып жібереді. Келесі гликолипидтер. Гликолипидтер бұлар бізде мембрананың сыртқы липидтік қабатында болады, және олардың басы сыртқа қарап орналасқан, құйрықшасы гидрофобты, ол ішке қарап орналасқан екен. Холестеролдар, гидрофобтық, липидтердің гидрофобтық құйрықтары, яғни фосфолипидтердің гидрофобтық құйрығы бар еді ғой, сол жердегі бос аралықты толтырып орналасқан. Бұл иілуге мүлде мүмкіндік бермейді, және ол қақпа қызметін атқарады. Мембранаға қаттылық пен тұрақтылық беріктік беріп тұр екен. Мембрананың 9 түрлі қызметі бар, кеттік 9-10 түрлі қызметі, соларға тоқталсақ. Біріншіден мембрана тосқауыл болады. Ол кез келген затты өткізбейді, әртүрлі заттарды әртүрлі әдістермен өткізеді. Пассивті тасымалау арқылы өткізеді, таңдап өткізеді, реттеп тұрады. Келесі тасымалдаушы қызметі бар. Тасымалдаушы, яғни жасушадан жасушаға заттарды өткізе алады. Одан соң матрицалық қызмет дейтін бар. Бұны көбіне мембранадағы нәруыздар жүргізеді. Яғни мембранадағы нәруыздар ретпен орналасқан. Механикалық қызметі бар. Механикалық дегеніміз ол әр жаңағы мембрана бұл жасушаны қаптап тұр ғой, және бұл бізде жасушаның автономдығын білдіреді деп тұр. Яғни автономдық деген әр жасуша өзі жеке, яғни басқа жасушадан бөлектеніп, өзі жеке мемлекет болып тұр. Сол мембрана жасушаның сыртын қаптап тұр. Келесі энергетикалық. Энергетикалық дегеніміз, яғни бізде денемізде әр жасушаның ішінде митохондрияда энергия өндіріледі, АТФ дейтін энергия болады. Энергияның атына АТФ деп айтамыз. Егер біз шаршайтын болсақ, жасушаларымызда АТФ азаяды. Тамақ жейтін болсақ, бірден АТФ-міз көбейеді. Мембрана осы АТФ-ті де тасымалдауға қатысады. Келесі рецепторлық қызмет дейтін бар. Яғни нәруыздың бетінде мембрананың бетінде орналасқан нәруыздар кейде рецепторда болуы мүмкін. Одан кейін бізде келесі ферменттік қасиет нәруыздар, яғни бұл нәруыздардың қасиеті ғой, мембрананың бетінде болатын нәруыздар фермент болатын. Қатты қиын емес, жаттап алу. Келесі жасушаны маркерлеу. Әрбір дененің жасушасы өзінше бір ерекше болып келеді. Мысалы, сен айта алмайсың, терінің жасушасы мен қан жасушасы бірдей деп айта алмайсың. Өйткені әрбір жасушаның өзінің сыртында мен осындай жасушамын деген бір белгісі болады. Жасушаны маркерлеу, яғни жасушаның сыртында біз оны тануға керек белгі болады, соны айтамыз. Бұл туралы алда айтылады. Таңдамалы өткізгіштік, яғни заттарды 4 түрлі жолмен, осмос арқылы, диффузия арқылы, белсенді тасымал арқылы, эндоцитоз деген әдістер арқылы таңдап өткізеді, заттың түріне байланысты. Егер зат сұйық болса, ол мысалы бізде осмос арқылы өтіп кетуі мүмкін. Немесе диффузия арқылы кіріп кетуі мүмкін, су деген заттар мысалы. Ал егер де зат мысалы қатты зат болатын болса, қатты затты біз көбінесе белсенді тасымалдар арқылы жасушаның ішіне кіргізіп алады екенбіз, біздің мембранамыз. Одан соң әрбір жасуша тірі, жасушаның тірі екендігін осы мембранасының сыртында ішінде орналасқан зарядтар арқылы білеміз. Мысалы, жасушаның ішінде калий иондары көпті, теріс заряд болады, а сыртында оң заряд болады. Бірақ та бізде осылар орнын ауыстырып отыруы мүмкін. Мысалы, натрий ішке кірген кезде калий сыртқа шығуы мүмкін. Міне осы бізде биопотенциал деп аталады екен. Енді әрі қарай бізде цитоплазма деген не және қандай мембранасы органоидтары бар. Цитоплазма дегеніміз бұл мембранамен шектелген ядроға дейінгі аралықта, яғни мына жерде мысалы мембрана тұрса, мына жақта ортасында ядро тұрса, мембрана мен ядроның арасында бос жердің бәрін толтырып жатқан сұйық қоймалдың заты. Бұл цитоплазма 3 бөліктен құралған. Бірінші гиалоплазма дейтін бөлігі бар, екінші қосындылары бар, үшінші органоидтары бар. Сонымен гиалоплазма бұл органоид да жоқ, қосындысы да жоқ, цитоплазманың жай су сияқты түрі. Гиалоплазманың дисперсті ортасы су болса, дисперсті фазасы нәруыз, май, көмірсу, қалқыма бөлшектер болады.
Енді бізде әрі қарай жасушаның бір бөлігінен келесі бөлігіне әртүрлі қоректік заттарды тасымалдайтын құрылымдар туралы айтамыз. Мысалы, біздің елімізде алып қарасақ, біз жолмен жүреміз, иә? Бізде жолдар бар, иә? Яғни асфальттар деп атайын, мысалы. Жолдар бар, арнайы жасалған, көліктер жүруіне арналған. Сол сияқты жасушаның да ішінде мына жасушаның бір бөлігін келесі бір бөлігімен байланыстырып тұратын жолдар бар екен. Мысалы, біз жолда пойызбен жүре аламыз, жеңіл көлікпен жүре аламыз, немесе біз велосипедпен жүре аламыз, иә? Тура сол сияқты жасушаның ішінде де үш түрлі жолдың түрі бар деп айтайыншы. Микротүтікше, микрофиламент, аралық филамент деген секілді. Микротүтікше ол құрылысын қарайтын болсақ, дөңгелек шарлардан тұр, міне шар секілді заттардан тұр. Бұл шарға ұқсап тұрған нәруыз, және ол нәруыздың аты тубулин деп аталады. Және бұл нәруыздар бір-бірімен біріккен кезде мынандай тізбек пайда болып тұр ғой. Бұны біз димер деп атайды екенбіз, пайда болған мынау тізбегімізді. Мінекей димер, яғни тубулиндер бірікті де әуелі димерге айналып алды. Сосын барып олар не істеді? Олар бізде түтікше тәрізденіп, осы микротүтікшені құрап тұр, иә? Көбіне микротүтікшеміз бұл плазмолема, яғни плазмолема мембрананың екінші аты. Мембрананың астында орналасады, тірек тасымалдау дейтін екі қызметті атқарады. Келесі микрофиламент. Бұл микротүтікшеге қарағанда жіңішке, және оның құрамында нәруыздың атын актин дейміз. Одан кейін бізде аралық филаменттер. Аралық филамент бұл микрофиламенттен жуандау болады, бірақ микротүтікшеден жіңішкелеу болады. Микротүтікшеден жұқа, бірақ микрофиламенттен қалың. Цитоплазманы тесіп өте алады. Көбінесе бізде күш түсетін жасушаларда эпителий жасушамыз бен бұлшықет жасушамызда бұлардың мөлшері көп екен. Ары қарай мембрана органоид жасуша орталығына тоқталайық. Жасуша орталығы дегеніміз бұлар нелерде болады? Бұл тек қана жануарларда болады. Микротүтікшелерден пайда болады. Жасушаның ішін реттеп отырады. Жасуша орталығы деп аталу себебі ол жасушаның дәл ортасында орналасқан. Жасуша орталығының тағы да екі аты бар. Центросома, центриоль. Центриоль дегенде аттары бар екен. Екі атын жіктеп алды. Мынау бірінші аты, мынау екінші аты. Мұнда біз үшінші атын көріп тұр екенбіз. Жасуша бөлінген кезде, біздің жасушамыз екіге бөлінеді, көбейген кезде. Сол екіге бөлініп жатқан кезде, оларға органоидтары, жасушаның ішіндегі заттары екіге теңдей бөліну керек. Міне жасуша орталығы барлық органоидтардың, құрылымдардың екі жасушаға тең бөлінуін қарап есептеп отырады. Және жасуша орталығының егерде қызметі бұзылатын болса, жасушада бізде бұзылыстар болады, яғни жасушаның құрылысы бұзылады, жұмысы бұзылады, істен шығып қалады жасуша, и ол жойылып кетеді. Міне мынау біздің көріп тұрған жасуша орталығы. Жасуша орталығы екі бөліктен құралып тұр. Аналық центриоль, дамыған бөлігін айтамыз, аналық деп. Көбінесе жасушалар екіге бөлініп жатқан кезде, жасуша орталығы да екі еселенеді ғой. Сол кезде жасушаның ішінде тек қана мынандай бір ғана орталық болады, бір ғана центриоль болады. Жасуша екіге бөлінейін деп жатыр. Сонымен мына центриоль не істейді? Бұл екі еселенеді. Яғни мынаның осындай жанынан баласы өсіп шығады деп айтайыншы. Яғни екінші жасуша орталығы өсіп шығады. Оның аты бізде қосалқы центриоль деп аталады екен. Қосалқы центриоль болады. Және мұнда аналық центриольда көріп тұрсақ, біз оның қолдарын көре аламыз. Қолдары төрт санмен орналасқан, ең астында тұрады. Және триплеттерді көреміз, яғни түтікшелерді көріп тұрмыз, одан шығып тұрған. Триплет деген сөз, үш деген сөз, значит триплет деп тұрған, біз үштен орналасқан түтікше дегенді білдіріп тұр. Диплосома дейтін бар екен. Диплосома деген жаңағы біздің жасуша екіге бөлінейін деп жатқан кезде жасуша орталығының екі еселенуі, яғни жасуша орталығының денесінен жаңағы қосалқы центриольдің өсіп шығуы. Аналық центриоль бар, қосалқы центриоль бар. Аналық центриоль ол жетілген, және оның 9 өсіндісі, яғни ұшында, міне мына ұшы деп тұр, мына жағы, мына аяғы. Міне мына жағында 9 қолы бар екен. Және оның қуысы матрица дейтін затпен толтырып тұр, мына іші толықтай. Ал қосалқыда, қосалқы мына жақтан өсіп тұрған бұның баласы сияқты, кішкентайлау болады, мөлшері жағынан қатты жетілмеген болып тұрады.
қуысы тығыз нәруызбен толтырылған болады екен. Мынаның қуысы матрицамен толтырылса, мынаның қуысы нәруыздармен, тығыз нәруыздармен толтырылып тұр екен, иә. Так, келесі бізде соңғысы органоид. Бұл органоид бізде мембранасы жоқ екен. Рибосома. Рибосомалар бұл барлық тірі бар, эукариотта да бар, прокариотта да бар, иә. Эукариот деген бұл ядросы бар ағза. Прокариот бұл ядросы жоқ ағза екен. Яғни ядросы барда да, жоқта да бар, яғни бактериядан бастап жануарларға дейінгі аралықта бәрінде бар. Рибосома екі бөліктен тұрады. Мынау кіші бірлігі, кіші су бірлігі, мынау осы үлкен су бірлігі. Осы екеуінің арасында ашық жерді көріп тұрмыз, екеуінің қосылған жері ашық болады. Сол ашық жер арқылы ақпараттық РНК дейтін бізде зат өтеді. Бұл туралы біз алдағы тақырыптарда қозғаймыз, иә. Мына ақпараттық РНК мына жерден кесіп өтеді екен. Рибосоманың қызметі нәруыз жасап береді. Біздің шашымыз да нәруыздан тұрады, тісіміздің құрамына да нәруыз кіреді, тырнаққа да нәруыз кіреді. Мысалы, тырнақтарын әр апта сайын өседі, әр 5-6 күн сайын тырнақ жаңарып, қайтадан өсіп кете береді. Шаш ұзарып өсіп жатыр, мысалы, тері жаңарып жатыр, мысалы, қайта-қайта. Осының барлығы жаңарған кезде нәруыздар жаңарады. Ал бізде нәруыздар денемізде толықтай болуы үшін рибосома керек екен. Рибосома нәруыздарды өндіріп жатыр біздің денеміздегі. Рибосоманың қызметі сонымен нәруыздарды өндіріп беру екен. Рибосомалар жалғыз орналасуы мүмкін, немесе топталып орналасуы мүмкін. Егер де топталып орналасатын болса, мына топталып тұрған рибосомаларды мен атаймын полисома деп, иә. Полисома немесе полирибосома деп атайды екенмін. Осымен бізде кезекті 3-ші сабағымыз аяқталды. Жақсылап түсініп алдың деген ойдамын. Ары қарай зейінің ашылсын, сәттілік тілеймін. Келесі сабақтарда кездескенше сау бол.